Ассаламуалейкум бауырлар. Қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жаңа жылдарыңызбен? Иә. Білем, жоғалып кеттім. Бірақ та оның да өз себептері болды. Бүгін бізде не? Бүгін бізде кезекті видео. Барлықтарыңызға ұнайды деп ойлаймын. Қандай видео? Қандай видео деп ойлайтын шығарсыздар? Жалпы Америкада тұрақпен 3 айдың ішінде $100,000 қалай табуға болады? Сол жайлы болмақ. Сол үшін шайларыңызды қойып, жақсылап жайғасып алыңыздар. Өйткені сіздерді алдағы уақытта көптеген қызықтар күтеді деген сенімдім мен оған. Бастаймыз, кеттік. Jamal Ganja. Bir eli жетпей төбеге іштегі білек сырың кім білет сенің басқа өзің ғой себебі менің не себебім қандай керемет тағдыр сенің жазғаны бұл әнде жыламай жібек демей жебілер өзіңмен бөлек жазым дастан мен соққан үйді өзіңнен бөлек елестете алмаймын жаным басқаны. А, 212 қоямыз. Осындай көлемде ақша тапқыларыңыз келсе, не істеу керек? Ең бірінші сіздерге өз аттарыңызға кредитке трак алу керек. Ол трак алу үшін шамамен $10-12 мың депозитке банкке беретін ақша керек. Екіншіден, іні бауырыңыз, жолдасыңыз, достарыңыз болса тіпті жақсы. Өйткені екі адам боп команда ретінде жұмыс жасасаңыздар, көбірек ақша табасыздар. Қай жерде жұмыс істеу керек, қандай компанияда жұмыс істеу керек десеңіздер, бір сөзбен Amazon естігенде араларыңызда бар шығар, естіген адамдарда. Amazon ол әлемдегі ең ірі компаниялардың бірі. Осы Америка елінде жалпы сауданың көп бөлігі осы Amazon сайты арқылы өтеді. Сондықтан осы трак жүргізушілерге, дальнобой жүргізушілеріне әрқашан жұмыс бар. Бірақ соның ішінде айта кететін болсам, ең жақсы ақша табатын айлардың бірі қазан, қараша, желтоқсан айлары. Өйткені осы айларында мерекелер, Америка елінде мерекелер көп болады и ақша табуға мүмкіндік көп болады. Ханзада баламның футболдағы тренировкасына келдік қазір. Ары қарай жалғастырсақ, тракқа шығуға маған не себепкер болды? Кім себепкер болды? Әрине ол Дамир деген досым бар. Сол өзінің атына кредитке трак алған болатын. Маған жалпы тракқа команда ретінде бірге шығуға ұсыныс тастады.
Әрине мен ол ұсынысты қабылдадым. Ертесіне таң азанымен Чикаго қаласына ұшып кеткен болатым. Арзан деген кафеге келіп қалдық. Мына жерде Чикагоның жігіттері. Қазір қуырдақтың дәмін көреміз, пловтың дәмін көреміз. Сосын донер. Қойырыз. Мен қуырдақ алдым. Аза мен Ереке мені 5 бармақтан. Баука күріш, ислам диетадан дейді. В общем, мынандай жағдай. Қазір Чикагоға жақындап қалдым, мен даунтаунына. Керемет көрінісі. Мына жағы Мичиган Лейк, үлкен көл. Дамирдің үйіне барып, тракқа жабыстыратын заттарды алдым міне мынау. Қазір осы компанияға жұмыс жасаймыз біз. Мына үйге үйден тамақтар алып шықтық. Холодильникке салып тастап жатырмыз. Немене мынау? Балық пен күріш екен. Трагымызды жолға дайындап, жүгімізді артып алып, Американың бас бөлігіне жолға шықтық. Мынау көрініс енді керемет, сөзбен айта алмаймын. Сөзбен жеткізе алмаймын. Қазір осының бәрін дронмен түсіріп алдық. Дроннан көресіздер примерно. Міне Дамир. Вашингтон штатына келдік. Amazon компаниясы жайлы айта кетсем, жүктері жеңіл, әрі ыңғайлы. Ол компанияға сіздің трейлеріңіз қажет емес. Яғни өздері жап-жаңа трейлермен қамтамасыз етеді. Және ол трейлер жолда бұзылып қалған жағдайда, дөңгелегі жарылып қалған жағдайда барлығын өздері жөндеп береді. Басында атап өткендей, Amazonда күз айларында жақсы табыс табуға болады. Соның ішінде біз тасымалдаған жүктердің скринін көрсеткім келіп тұр. Егер сіздер Америкада тұрсаңыздар, және Америкада ең дәмді донер жегілеріңіз келсе, онда сіздерге мына жерге келу керек. Сакраменто қаласындағы өзбек бауырларымыздың
фудтрактар. Міне караван өзбек кузин. Мына жерде Сирож деген акамыз бар біздің. Қайда? Сирож ака? Ассалаумағалейкум. Ютубта көресің осы үйден, Сирож ака. Міне мынау Сирож деген ака донерді өлтіреді. Америкадағы ең дәмді донер осы жерде. Гарантия беремін. Ең чоткий, ең дәмді. Бір-екі сөз туда-суда айтып жүрсейші досым. Донер жайлы жалпы. Донер ең күшті донер ғой Америкадағы. Міне караван өзбек кузин деген. Ютубер ғой, ютубер чисто. Ютуб түсірем ака мен. Қазір осы жерден донер аламыз, дәмін көреміз. Енді дәмін көріп қойғам, керемет. Жолда жүргенде ең бастысы тамақ. Қарның тоқ болса, жұмыста болады, көңілде толады. Бастапқыда тамағымызды үйден алып шығамыз. Уақыт өте келе біткен жағдайда көшеден жүрек жалғаймыз. Және осы жерде бір мәлімет айта кетейін. Жалпы өзбек бауырларымызға алғысым шексіз. Неге десеңіздер, өйткені жолда жүрген соң үйдің тамағын іздейсің. Және Американың кез келген штатында өзбек бауырларымыздың кафесі не ресторанын табуға болады. Феникс, Аризона деген қаладамыз. Қазір осы уақытты пайдаланып душқа түсіп алу керек қазір. Мынау тракистардың демалатын жері. Тамақ ішеді, тамақ сатып алады, душқа түседі, киімдерін жуып алады. Fly&J деген. Бір душтың бағасы $18. Егерде осы заправкадан бензин құйсаңыз, душқа түсу тегін болады. Код 419-12. Барлық условия бар. Полотенцалары, жуынатын туалеті, душ. Қанша 6%-пен қанша километр түстік біз жаңа? 12 майл түстік қой. Ол біз километрмен 20 километр ғой примерно. Ана таудан түстік. Ненің Колорадодан тауынан түстік. Түтін шығып жатыр арттан. Тормозым. Біз көруге келатыр. Түтін шығып жатыр. Таудан түскеннен кейін тоқтап суытып отыру керек та. Мына жақтан да түтін шығып жатыр ма?
Орегон штатының ағаштары бар. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай жол тап-таза, айнала жап-жасыл. Сосын тракистерге арналған бір приложение бар, Tracker Pass деген программа. Tracker Guide деген. И сол жерде жолды қарап отырмыз. Міне бізде мысалы жап-жасыл ма мына жер, жол ашық па? Қазір алдымызда қарлы жолдар басталады. Мына қарасаңыздаршы. Қар мына жақ. Мына қараңыздар. Қар алдымызда. Осы жерден бір 2 сағаттық жер примерно. Өте жақсы программа екен ол негізі, Tracker Guide деген. Жол ашық, жол таза. Сразу қарап отырмыз да. Міне. Бізде жол ашық. 2 сағаттық жерде қар жауып тұр. Тамақ ішуге келдік қазір. Al bismillah. Çeyin koydu bastayımız. Bizde Kaliforniya 80 Interstate. Так, çeyinler bu. Так, kettik. Jürer! Stop! Надо резина тарамыз. Обязательно. Ё-моё. Alga! Tағы da! Stop! Надеюсь, сломать. Надеюсь. Bismillah. Gözlerimni qara, Şuonda o'tini kerib qara. Men şaşadım o'z-o'zimni qutqara. Şaşadım o'z-o'zimni qutqara. Al sen qara. Doldurdum özmen Bir cevapla şişilmegen 29 problema Mende işçi oyup bunda kız balayım nema Senin işin cebinde cebillerim bilema